Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз іріңді қабыну ауруларының қоздырғыштары. Сабақтың мақсаты іріңді қабыну ауруларының қоздырғыштарының стафилококк, стрептококк, пневмококк дақылдық және морфологиялық қасиеттерін анықтау, микробиологиялық әдістерін анықтау, зерттеу материалын жинау. Сабақтың міндеттері: іріңді қабыну ауруларын тудыратын грамм-оң және грамм-теріс коктар туралы түсінік беру, коктардың жіктелуін анықтау, коктардың морфологиялық және дақылдық қасиеттері бойынша түсінік беру. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері: іріңді қабыну ауруларының қоздырғыштарының түрлерін ажырата біледі, грамм-оң және грамм-теріс коктарды ажырата біледі, коктардың дақылдық және морфологиялық қасиеттерін салыстыра отыра анықтай алады, коктардың адамда туғызатын ауруларын анықтай алады. Коктар туралы жалпы түсінік: іріңді қабыну ауруларын коктар туғызады. Коктар бұл микроағзалардың үлкен тобы. Бұл топтың патогенді, шартты патогенді және патогенді емес өкілдері болады. Бергі жіктелу бойынша коктар үш тұқымдастыққа жатады. Біріншісі стафилококктар, екінші стрептококк пен пневмококк, үшіншісі менингококк пен гонококктар. Барлық патогенді коктарға жалпы ортақ қасиет ол іріңді процестерді туындату қабілеті. Сондықтан оларды іріңді коктар деп атайды. Патогенді коктардың барлығы қозғалмайды, спора түзбейді, тек пневмококктар ғана капсула түзеді. Текториалдық қасиетіне байланысты грамм-оң және грамм-теріс деп бөлінеді. Енді коктарға жеке-жеке тоқталып өтейік. Стафилококктар. Стафилококктардың морфологиясы. Стафилококктар грек сөзіне аударғанда жүзім шоғыры деген мағынаны білдіреді. Олар домалақ шар тәрізді, диаметрі 0,5-1,5 микрометрді құрайды. Көбейгенде жүзім шоғыр сияқты топталып және қозғалмайды, спорасы жоқ, грамм-оң байалады. Дақылдануына келетін болсақ, стафилококктар факультативті анаэробтар, дегенмен оттегі бар жерде жақсы өсіп дамиды. Қарапайым қоректік ортада өседі және өнеді. Қан қосылған қоректік ортада жақсы өседі. Қолайлы температурасы 37 градусты құрайды. Элективті қоректік орталарға сарыуызды тұздар мен тұзды агар жатады. Ет пептонды агарда стафилококктар дөңестелген, домалақ, мөлдір емес, жылтыраған, көлемі 2,1 мм, шеттері тегіс колония түзеді. Стафилококктардың қоршаған орта факторларына төзімділігі. Стафилококктар едәуір төзімді, сондықтан олар ауадан, топырақтан, судан, тұрмыстық заттарын табыла береді. 100 градус температурада олар бірден, ал 70 градуста 15-10 минуттан кейін өледі. Олар төменгі температурада жақсы сақталады. Қатырғанға тіршілігін бірнеше жылдар бойы сақтайды. Кептіргенге төзімді, тікелей түскен күн сәулесі оларды тек бірнеше сағаттан кейін өлтіреді. Залалсыздандыру ерітінділері 15-20 минуттан кейін өлтіреді. Инфекция көзі ауру адам және бактерия тасымалдаушылар. Шығу жолдары: тұрмыстық қатынас, ауа тамшы, ауа шаң арқылы және тағам арқылы. Стафилококк қоздырғышының адамда туғызатын аурулары: бөртпелер, іріңді жаралар, сыздауықтар, күбірткелер, абсцестер, әртүрлі мүшелер мен ұлпалардың қабыну процестері, баспа, яғни ангина, цистит, остеомиелит, холецистит, мастит, сепсис және басқа да тағамдық токсик инфекциялық ауруларды туғызады. Стафилококк туғызатын аурулардың алдын алу, арнайы алдын алу және емі. Алдын алу үшін санитарлық гигиеналық жағдайды жақсарту, белсенді түрде аурулардың және бактерия тасымалдаушыларды ерте анықтау, ауруханалардың жұмыс тәртібін дұрыс жолға қою. Емдеу үшін стафилококк анатоксины және стафилококкқа қарсы иммуноглобулин қолдану және бактерияға қарсы әртүрлі препараттарды қолдану. Кейбір жағдайда стафилококк инфекциясының созылмалы түрінде аутовакцина қолдану. Келесі коктардың түрі ол стрептококктар. Морфологиясы: стрептококктар шар тәрізді, диаметрі 0,6-1 микрометрді құрайды.
Бір жазықта бөлу нәтижесінде стрептококтар тізбектеліп орналасады. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай моншақ сияқты тізбектеліп орналасады. Қозғалмайды, спора түзбейді, грамм оң бойылады. Дақылдануы. Стрептококтар факультативті анаэробтар, яғни оттегі бар жерде де, оттегі жоқ жерде де өмір сүре береді. Қолайлы температурасы 37 градус. Құрамында қант немесе қан сары су бар қоректік орталарда жақсы өсіп өнеді. Тығыз қоректік ортада стрептококтар колониясы майда, жалпақ, мөлдір емес сұр түсті. Стрептококтардың адамда туғызатын аурулары. Стрептококтар адамда жұқпаның жедел және созылмалы түрлерін туындатады. Олар іріңді және іріңді емес деп бөлінеді. Іріңділерге флегмона, абсцесс жаралар жатса, іріңді емеске тыныс алу жолдарының жедел инфекциясы, скарлатина, ревматизм, тері қабыну жатады. Тұмау, қызылша, көкжөтел кезінде стрептококтар екіншілік инфекцияны жиі туындатады. Келесі коктардың бірі ол пневмококтар. Роберт Кох пневмококтарды 1871 жылы ең алғаш рет сипаттаған. Морфологиясы. Пневмококтар, диплококтар екі кеуден орналасқан, жалпақ жағы бір-біріне қараған, екінші жағы созылыңқы, жанып тұрған шыраққа ұқсайды. Пневмококтардың өлшемі 0,175 және 1 микрометрді құрайды. Сұйық қоректік орта тізбектеліп орналасады, қозғалмайды, спорасы жоқ, грамм оң, ескі дақылдары грамм теріс болып кездеседі, капсула түсетін қоздырғыш болып табылады. Пневмококтардың дақылдануы. Пневмококтар факультативті анаэробтар. Қолайлы температурасы 36-37 градус. Қоректік орта құрамында ақуыздар, қан сарысы қосылған қоректік ортада жақсы өседі. Қоршаған орта факторларына төзімділігі нашар. 60 градуста 2-3 минуттан кейін өледі. Төменгі температурамен кептіргенге төзімді. Құрғақ қақырықта 2 айға дейін сақталады. Қоректік ортада сақталу 5-6 күннен аспайды. Сондықтан әр 2-3 күн сайын егуді қайталау қажет. Жануарлар қабылдағыштығы. Пневмококтар табиғатта қожайыны адам, дегенмен пневмококтар бұзауда, қозыда, итте, маймылда ауру туындатуы мүмкін. Пневмококтар адамда туғызатын аурулар. Өкпе қабыну, яғни группоз пневмония, көздің жылжымалы жарасы, құлақтың қабынуы. Инфекция көзі, ауру адам және бактерия тасымалдаушы. Таралу жолдары. Ауа тамшы, ауа шаң арқылы таралады. Ағзаға ену жолдары, тыныс жолдарының, көздің, құлақтың шырышты қабаты арқылы. Иммунитет. Аурудан айыққаннан кейін иммунитет сақталмайды, өйткені ауру қайталана береді. Алдын алу, санитарлық гигиеналық шараларды жүзеге асыру. Емі, антибиотиктер қолдану, яғни тетрациклин, пенициллин антибиотиктерін қолдану керек. Енді сабағымызды бекіту, қорытындылау тапсырмалары. Бірінші тапсырма ол кестені толтыру. Яғни өткен тапсырмадағы коктар бойынша кестені не ұқтық, не білдік, сол бойынша кестені толтырамыз. Кестені толтырып болған екен екінші бетте кестенің жауабымен өз жауабымызды салыстыра отырып тексереміз. Келесі тапсырма ол бізде жағдаяттық есеп. Жағдаяттық есеп дұрыстап оқып, ойланып, жауабын салыстырыңыздар. Келесі тапсырма ол бізде Вен диаграмма. Стафилококк, стрептококк, пневмококктардың айырмашылықтары мен ұқсастықтарын жаза отыра Вен диаграмманы толтырамыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін мына бағалау критерийі бойынша өздеріңізді бағалаңыздар. Жауап толық емес, немесе қатемен орындалған болатын болса, сабақты қайталаңыздар. Білемін, білгім келеді, істей алам әдісі бойынша бүгінгі сабақты қорытындылаңыздар. Үйге тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап жазамыз және тақырыпқа сәйкес жағдаяттық есеп құрастыру және кластер жасау.